Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз болашаққа жоспарым. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: армандау, жоспарлау, тұрмысқа шығу, саяхаттау, тапсырма. Жаңа сөздерді есіңізге түсіріңіз. Бұл жоспарлау. Дұрыс айтасыз, тұрмысқа шығу. Иә, саяхаттау. Дұрыс, армандау. Мұқият тыңда. Менің атым Дана. Ағылшын тілі мұғалімі мамандығының 2-ші курс студентімін. Менің болашаққа қойған жоспарым көп. Өзім армандағандай мектепті үздік бітірдім. Енді университетті де үздік аяқтап, магистратураға Лондонға түскім келеді. Содан соң еліме қайтып, ағылшын тілін үйрететін орталық ашсам деймін. Содан соң ата-анаммен шетелге демалуға барғым келеді. Жақсы жігітке тұрмысқа шығып, отбасы құрғым келеді. Болашақта көп саяхаттауды, бақытты отбасы болуды және қала ортасында үйім болса екен деп армандаймын. Мен армандарымның орындалатынына сенемін. Мәтінді есіңізге түсіріп, сөйлемдердің дұрыс бұрыстығын анықтайық. Дананың болашаққа жоспары көп. Дұрыс. Дана мектепте нашар оқыған. Бұрыс. Ол магистратураны ақш-та оқығысы келеді. Бұрыс. Дана көп саяхаттауды армандайды. Дұрыс. Дана армандарының орындалатынына сенімді. Дұрыс. Дананың жоспарларын есіңе түсіре отырып, сурет пен сөздерді сәйкестендір. Өзіңді тексер. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.